Әлем ғалымдарының зерттеуіне сүйенсек, ең ұзақ өмір сүретіндер әрі денсаулығы мықты болатындар жапондықтар екен. Оның құпиясы денсаулығына жасаған мына әдісте дейді. Жапония халқы таңертең оянғаннан кейін бірден су ішетін көрінеді. Су көптеген ауруларға ем болатынын білеміз. Сөйтіп, біз де таңертең су ішеміз. Бірақ мұны бұлжытпай орындайтындар өте аз. Өздеріңізге мәлім, су бас ауруларын, жүрек проблемаларын, бронхит, ас қорыту және басқа ауруларды емдейтін сиқырлы күш. Бірақ жапондықтар тек су ішіп қана қоймайды, міндетті түрде мына 3 сәтті қосады екен. Құрметті достар, пайдалы кеңес арнасына тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта пайдалы мәліметтермен бөлісіп отыратын боламын. Лимон қосылған су. С дәрумені мен калий элементінің қайнар көзі болып табылатын лимон мыңдаған дертке дауа. Нақтырақ айтқанда, иммундық жүйені нығайтады, жүйке жүйесін тыныштандырады, қан қысымын реттейді, ағзаның қышқылдығын қалпына келтіреді, зат алмасуды жақсартады, асқазан ас қорыту жолдарының жұмысын дұрыстайды, несеп айдайды, теріні тазартады, әжімнің алдын алады, қара дақты кетіреді, қандағы улы затты шығарады. Сарымсақ қосылған су. С және В6 дәрумен мен марганец, селен, мыс, кальций, калий, фосфор элементіне бай сарымсақ көптеген дертке дауа. Әсіресе ағзаны бактерия мен вирустан қорғайды, жүректің жұмысын жақсартады, қан тамырларды тазалайды, қанды сұйылтады, беттегі әжімді бөртпені кетіреді. Ал сарымсақ қосылған су суық тию, тұмау, бронхит, мұрыннан су ағу, тамақ ауруларын емдейді, иммунитетті көтереді, ағзадағы артық холестеринді шығарады, қан қысымын реттейді, онкологиялық аурулардың алдын алады. Дайындау әдісі. 1-2 тіс сарымсақты қабығынан тазалап езіп аласыз. Сосын эмаль ыдысқа салыңыз. Оған 4-5 тамшы зәйтүн майы мен 1 стақан су құйып, отқа қоясыз. 50 градуста қайнатыңыз. Осыдан соң 2-3 тілік лимонның шырынын қосып, 15-20 минут бетін жауып қоясыз. Белгіленген уақыттан соң дайын болған емдік сусынды теңде етіп 2-ге бөліп ішесіз. Кімге ішуге болмайды? Аллергияға, асқазанында жара болса, ас қорыту жолдары бұзылса, сарымсақ қосылған су ішпеңіз. Бал қосылған су. Балдың емдік қасиетін айтпаса да бәріміз білеміз. Ал бал қосылған су ішудің өзіндік ережесі бар. Бұл емдік сусынды тамақтанудан 30 минут бұрын ішесіз. Мейлінше ішетін кезде дайындау керек. Алдын ала дайын қойып, тоңазғышқа сақтауға болмайды. Ондай жағдайда құнарын жоғалтады. Бал қосылған суды таңертең аш қарынға немесе түнде ұйқыға жатар алдында ішуге болады. Өйткені бал ұйқыға шақыратын қасиетке ие. 30 грамм балды 1 стақан жылы 36-37 градус суға араластырып, ем ретінде ішесіз. Сонда қан қысымы реттеледі, жүйке жүйесі тынышталады, ағзаға дәрумен мен минералды затқа бай болады, ағзаны қуаттандырып, жұмысқа қабілетті ашады, метаболизмді дұрыстайды, асқазан ішек жолдарын жақсартады, ағзаны токсиннен, бос радикалдан тазалайды, суыққа қарсы күреседі, бас ауруын қойдырады. Міне, 1 стақан суды 1000 түрлі дертке дауа болатын керемет қасиетімен таныстық. Ендеше ерінбей ем ретінде қабылдауға асығайық. Құрметті достар, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік. Біздің каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қазақша каналға қолдау көрсетіп кетіңіздер.